Белгілі өнер және қоғам қайраткерлерінің салиқалы әңгімесі, ұлттың руханиятына, мәдениеті мен әдебиетіне қалтқысыз еңбек етіп жүрген қайраткерлердің замандастары мен ұрпаққа айтары. Шалқар ұлттық радиосында, тікелей әуе толқынында, Шалқар шаңырағында. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі күн қуанышты жаңалықтарға толы болсын деп, тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Сіздермен бірге Айнұр Шәмшейіт, ал бүгін сізбен байланысқа қосатын Нұрзат Рахатұлы. Елбасының, мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы парламентінің, үкіметінің, мемлекеттік органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының қызметін ақпараттық қолдау және түсіндіру мақсатында хабар ұйымдастырып отырмыз. Тақырып: елдегі білім реформасының нақтылайтын тұстары бар. Бүгін Шалқар шаңырағында Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ғани Бейсенбаев. Ғани Бектайұлы, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз, үй іші бәрі аман ба? Нұрсұлтан қаласының жайма-шуақ күніндей көңіл күйіміз. Бүгінгі. Тамаша. Жаураған жоқсыздар ма? Күн суып кетті ғой. Жоқ. Мынау ыстық қайнаған жұмыста жауруға уақыт жоқ. Тамаша, міне. Нағыз еңбек адамы деп айтуға болады, иә. Енді тыңдармандарымызға түсінікті болсын, сіз басқарып отырған Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының қызметі қандай? Әуелі осы жайттан бастасақ. Сонау 1921 жылдан бастау алатын академияның биылғы тарихы бір ғасырмен тұс келіп отыр. Өйткені кезінде алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 1921 жылы осы академиялық орталық болып құрылған үлкен біліми орда 1998 жылы мынау белгілі этнограф ғалым Ақселеу Сейденбектің тұсында Қазақ білім академиясы Ыбырай Алтынсарин атындағы қайта құрылуыменен академиялық үлкен жұмыс басталып кеткен. Бұның енді академия болуы барлық, біз бүгінгі үздіксіз білім деп жатамыз, барлық білім жүйесін топтастырған, балабақшадан бастап мектеп, одан кейін мына колледж және жоғары оқу орындарының бір жүйелі білімін ғылыми сүйемелдейтін, бір сөзбен айтқанда бүкіл Қазақстандағы білім мазмұнын айқындап анықтап отыратын үлкен ғылыми еліміздегі жалғыз орда. Қанша ғалым бар, кімдер қызмет етуде? Ауыз толтырып айтатындай кісілер бар ғой. Әрине, енді кезінде үлкен мына елге белгілі біздің үлкен ағаларымыз, аталарымыз қызмет атқарған қара шаңырақта бүгінгі күні оның ізін басып келе жатқан үлкен тағы да келесі топ ағаларымыз бұл жерде қызмет атқарады. Мысалы, үлкен пәлсапашы ғалымымыз Ғарифолла Исмағайымыз, одан кейін бүгінгі күні Шоқан Уәлиханов, қазақтың қазіргі замани Шоқан Уәлиханов деп жүрген, Антарктидаға барып келген жалғыз қазақ азаматы Мазбаев Орданбек Плеспекұлы. Одан кейін жалпы мына педагогика саласында үлкен біздің дидакт ғалымдарымыздың бірі бұл Жауынбай Амантөреұлы Қараев мырзалар қызмет атқарады. Одан бөлек жалпы мына қазіргі бізде ғылымда әлемдік деңгейдегі журналдарда еңбегі жарияланып, сұранысқа жоғары ие, мынау хиршасы 10-ға дейін баратын ғалымдарымыз қызмет атқарады. Жас ғалымдарда ізбасар, осы мына аға буынның жинаған еңбегін ары қарай жалғастырушы мына жастарымызда, жас ғалымдарымызда ізбасар келе жатыр. Бұл жерде инклюзия білім жағынан Лаура Асқарқызы деген атап өтуге болады. Жас ғалымымыз бұл енді қолға осы мәселені алып ары қарай бұған дейінгі жасалған жұмысты жалғастыруға үлкен атсалысып жүрген Ғалия деген жаңа ғалымымыз бар, жас ғалымдарымыз мына бүгінгі күні полиязычие, яғни көптілділікті бағытын дамытып жүрген. Сол сияқты жалпы осы білім ғылым саласындағы мына әсіресе қазақ тілі мен әдебиетін дамытуда, оны жаңа форматқа көшіруде өте белгілі жас өсіп келе жатқан ғалым қыздарымыз Арай Қанапияқызы Жүндібаева деген ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Олардың барлығы бүгінгі күні бір ғана мақсатқа, біздің
қазақ білім жүйесінің әлемдік брендке айналуына, яғни біздің жастарымыздың, өскелең ұрпақтың білімді азамат болып қалыптасуына, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасуына бүгіннен бастап үлкен қызметтер жасап жатыр. Сонымен қатар енді академия бүгінгі күні бүкіл республикадағы әдістемелік орталықтардың қызметінде үйлестіруге үлкен еңбек сіңіріп жатқан орталықтардың бірі. Жаңа бір ғасыр деп қалдыңыз ғой. Биыл еліміздің киелі қара шаңырағы Ұлттық білім академиясына 100 жыл, иә? Ұлт ұстазы, кемеңгер, ағартушы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толып отыр. Енді бұл тәуелсіздіктің 30 жылдық белесімен қатар келген айрықша атаулы мереке десек болады. Құтты болсын дейміз. Рахмет. Академияның ғасыр тойына дайындық қалай жүріп жатыр? Жалпы енді біздің ең негізгі бұл атаулы датаны атап өтудегі мақсатымыз 100 жылдық еңбекті жинақтау, 100 жыл бойы жасалған білім саласындағы үлкен ғылыми дүниелердің басын біріктіру және жалпы ары қарай келесі 100 жылдыққа академияның атқаратын жұмыстарын айқындау бағытында, той-тойлау емес, жалпы барымызды жинап, елге қазақтың өзінің төл тума білім жүйесінің бар екендігін танытуға бағытталған үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Мәселенки жалпы енді қазір Ыбырай Алтынсарин атамыздың 100 жылдығы деп жатырмыз, 180 жылдығы деп жатырмыз. Бұл да бір ғана Ыбырай Алтынсарин емес, келесі жылы біз мысалы Байтұрсынұлының, Ахмет Байтұрсынұлда үлкен келелі юбилейін атағалы отырмыз. Бұның сыртында тағы да бір өте қуанышты сондай бір белгілі атаулы даталарымыздың бірі бұл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Біз сол 100 жылдықтың шеңберінде тәуелсіз 30 жылдың ішінде де үлкен жұмыстар атқарылғандығын атап өтуіміз керек. Мәселенки академия 1998 жылы академия болып құрылған кезде оған дейін білім проблемаларын зерттеу институты болған. Бірінші рет біздің тәуелсіздігіміз алған кезде төл оқулықтарымыздың, жаңа буын оқулықтарымыздың дүниеге келуіне, оның жазылуы мен қалыптасуына үлкен рөл атқарған академия. Екіншіден, мынау Ресей мемлекеті әлі өзінің стандарттарын, бағдарламаларын жазып үлгермей жатқан кезде 1998 жылы бірінші рет өзіміздің тәуелсіз Қазақстанның білім стандарттары жазылды. Оқу бағдарламалары әзірленді. Бұл үлкен еңбек ет. Осының басқасында соған мұрындық болып Ұлттық білім академиясы үлкен қызметтер атқарды. Ол кездерде де сол бүгінгі атап отырған үлкен ағапаларымыз қызмет атқарып, академияның жұмысының жандануына, оның елге, тәуелсіз елімізге қызмет етуіне үлкен жұмыстар жасады. Оның сыртында Гүлжан Жүнісова апайларымыз, Балымбаева апайларымыз, Немербай Нұрахметов, Нұғманов ағайларымыз, Тотай Тәжиевич ағаларымыз, Серғазы Қалиев ағаларымыз, Жаумбай ағаларымыз, одан кейін тағы да айта берсе, бүгінгі күні білім саласында үлкен білім ғылымының діңгегін тізгін ұстап жүрген бүгінгі осы қазіргі қайраткер ағаларымыздың көбісі осы академиядан өзінің білімін, ғылымын шыңдап үлкен қызмет атқарды. Бұл енді бүгінгі күні 100 жыл болған академияның ары қарай дамуына бүгінгі академияның қызметкерлеріне үлкен жүк артылып отыр десе де болады. Дұрыс айтасыз. Сол алдыңғы буын ағалардың атқарып кеткен жұмысын құлатып алмай, оның ізін ары қарай жалғасты ету ендігі біздің үлкен ұлы міндетіміз десе де болады. Енді жасалып жатқан жұмыстар сол жерде қалып қоймай, көпшілікті көзайым етіп, әлеуметтік желіге оны жария етіп, жақсы жұмыс жасап жүрсіздер. Негізінен сырт көз сыншы дейді ғой, оқып жүрміз, біліп жүрміз. Енді тарихқа, сол академияның тарихына байланысты кітап шықты ма? Қазір әзірленіп жатыр. Енді біздің жалпы білім жүйесінде осы қазақ білім жүйесінің дамуына үлес қосқан көптеген ұлы ғұламаларымыз, апай ағайларымыздың бар екендігін айтып кетуіміз керек. Мысалы, бертінде ғана Рафиға Нұртазина апайларымызды еңбектерін, Қанипа Бітібаева апайымыздың еңбектерін, Аягүл Төреевна апайымыздың еңбектерін, Құсайынова ағайларымыздың еңбектерін, Маржан Тасова апайларымыздың еңбектерін барлығын қайта жаңғыртып,
осы академияда қайта зерттеуді қажет етеді. Оның қасында тағы да Ыбырай Алтынсариннің еңбектерін осы академияның қабырғасында зерттеуге байланысты лабораториялық жұмыстарды біз бастап кеттік. Өйткені бүгінгі күні қарап отырсақ, біздің алаш қайраткерлеріміздің, Жүсіпбек Аймауытовтың, Мағжан Жұмабаевтың жазған еңбектері де әлі өзінің өміршеңдігін жоғалтпағандығын көрсетеді. Өзіңіз ойланып қараңызшы, 21 ғасыр білім ғасыры дейді. Яғни адамдардың мүмкіндігін иек артатын ғасыр. Ал ол үшін кез келген бүкіл әлемдегі мемлекеттер білімге ден қойып жатыр. Ал Ыбырай атамыз сонау 2 ғасырға жуық бұрын кел балалар оқылық деп сол кезде білім оқудың қаншалықты актуальды болатындығына бүкіл елдің назарын салып кетті. Одан бөлек өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғыз деп бүгінгі мынау интернет желісінің қаншалықты жұмыс істейтіндігін көріп біліп жазғандай көрінеді. Яғни бүгінгі күні мынау Жүсіпбек Аймауытовтың да Мағжан Жұмабаевтың да еңбектерін оқып отырсаңыз, бүгінгі күні әлемдегі айтылып жатқан көптеген қазіргі мынау ғалымдардың осы сөздерін, ойларын, педагогикалық ойларын 90 жыл бұрын сол кісілер айтып қойғандығын көріп отырмыз. Яғни біздің ойымызша, біз түгелдей өзіміздің мына қайраткерлеріміздің еңбегін қайта сараптаудан өткізіп, ендігі жерде олардың білімін біздің бүгінгі заманауи білім жүйесінде де жаңа пайдаланудың қажеттігін байқап отырмыз. Одан соң біздің енді мақтанып айтатын, ауыз толтырып айтатын үлкен ғылыми ізі бар ел екендігімізді де ұмытпауымыз керек. Мысалы, мына Әл-Фараби еңбектері, Жүсіп Баласағұнидың, Мұхаммед Қашқаридың, мына Ахмет Яссауидің еңбектері, бұл Абайдан бұрынғы еңбектерді біз қазір қарастырып отырмыз. Бұл жалпы біздің бүгінгі күнгі мына азаматтарымыздың, жастарымыздың ұлттық рухта тәрбиеленуіне бірден бір діңгек болатын дүниелер деп қарастыруға болады. Оның басы кешегі әліппенің өзі Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде жазылуы, соның бірінші бастауы іспеттес деп қабылдауға болады. Бұдан былай да біз сол керемет еңбектерді, жаңалықтарды зерттелей отырып, бүгінгі заманның өзгеруіне сай оларды қайта толықтырып ары қарай дамытатын боламыз деп ойлаймын. Әліппе деп қалдыңыз ғой, әліппені сіздердің бастамаларыңызбен қайтарғандарыңызға біз шын мәнінде ата-ана ретінде қуанып қалдық. Жалпы енді әліппе символдық дүние ғой. Әр әріптің басы, жалпы білімнің қайнар көзі, баланың әбден жалпы біздің ұлттың бойымызға сіңіріп, осы әліппеге үйренгеннен кейін, оны енді қайтадан өзінің тұғырына шығуы, әрине бұл үлкен символдық дүние деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін бізде қонақта Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ғани Бектайұлы. Айтар ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде бізге қоңырау шалыңыздар. Байланыс нөміріміз 75 72 72, қала коды өздеріңіз білетінде 717-2. Ендеше Ғани Бектайұлы, аппараттық жиналыста білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов әдістемелік кабинеттердің нақты міндеттерін бекіту және олардың жұмыстарын бір жүйеге келтіру бойынша тапсырма берген болатын. Сол тапсырманы дер кезінде орындау мақсатында Түркістан, Маңғыстау облыстарында, Жаңаөзен қаласына барып қайтыңыз. Нендей жұмыстар жасалды? Жақсы, бірінші осы сапардың мақсатын айқындап айтып берейін. Негізі менде мұғалім болған адаммын. Мынау әдістемелік орталықтардың бүгінгі күні рөлі арту керек. Себебі жылдам өзгерістер заманында көптеген жаңалықтар еніп жатқанда, республикамыздың аймақтарындағы орналастырылған облыстық білім методикалық кабинеттер мына мұғалімменен болып жатқан жаңалықтардың арасындағы провайдер, яғни жылдам соны жеткізуші ақылман болуы тиіс. Осындай орталыққа айналу керек. Көптеген сұрақтар туындап жатады мұғалімдерден. Енді республикада 400 мыңнан аса мұғалім бар.
сол 400 мың мұғалім бір мезгілде звондаса, бір академияның немесе бір министрліктің оған енді қалай уақыт бөледі, өйткені ол қаншама адам. Сондықтан да осы біздің ұстаздарымыздың жұмысын жеңілдету үшін, олардың жұмыс сапасын арттыру арқылы біздің шәкірттеріміздің, ұрпағымыздың білім сапасын арттыруға жұмыс істеу үшін әдістемелік орталықтардың жұмысын қайта қарастыру өте маңызды болып отыр. Өзіңізге белгілі, бүгінгі күні енді әдістемелік орталықтардың мысалы жалақы көлемін көтеру, қайта қарастыру мәселесін біз сол жерде бүкіл осы әдістемелік орталықтардың қызметкерлері өздерінің осындай ұсыныстарын берді. Оның жұмысының қайтадан қарастырылуы мүмкін, жаңағы пән мұғалімдермен жұмыс істеу, мүмкін мектептерді басшылыққа алу ма, жеке әдістемелік орталықтың мамандарыменен деген сияқты ойлар, пікірлер, ұсыныстар, көптеген жаңалықтар, мысалы ұсыныстар, пікірлер беріп жатты сол жердегі біздің кездесулерімізде. Бұл өзі бір көптен күткен қажетті кездесу болды. Өйткені енді басқа өңірлерден бұрын Түркістан өңіріменен, Маңғыстау өңірінен басталуы, жалпы бұл жақтағы өңірдегі мына біздің ұлттық мектептердің көп болуы және сол жердегі кейбір мәселелердегі шұғыл шешуге қажетті дүниелердің басын шешіп алу үшін осы өңірлер әдейі таңдалынды. Сондықтан мына ең бастысы, бұл жерде тағы бір өте тамаша дүниелер қозғалды. Бұл сол өңірлердегі білім саласында қызмет атқаратын мекемелердің, оның ішінде мемлекеттік мекемелердің бірлесе жұмыс істеуі сол жерде мәселе ретінде көтерілді. Мысалы, жергілікті жердегі мына жоғары оқу орындарымен бірлесе жұмыс істеу. Олардың да ғылыми потенциалдары өте жоғары. Соның ішінде мына Яссауи атындағы университет пенен Каспий университеттері де әдістемелік орталықта қызмет атқаратын әдістемелік мамандарға мына магистратураға түсуге жағдай тудыру бағытында грант бөлу мәселесін қолға алатындығы туралы уәде берді. Тамаша. Одан кейін жалпы мынау сол жерде өрлеу, біліктілік арттыру орталығы бар, дарын орталығы бар, дене шынықтыру орталығы бар. Тағы да сол сияқты мына сапаны қамтамасыз ету департаменттері жалпы барлығының атқарып жатқаны бір терінің пұшпағы елеп жатқан. Сондықтан бас біріктіріп, кім әр жаққа тартпай, осы жас ұрпақты тәрбиелеуде кімнің қандай күш жігері, мүмкіндіктері, үлкен потенциалы бар, соны ортақ қазанға сала отырып, ақылдаса отырып, сол балаларға қызмет етуді бірлескен түрде жасауды біз шешіп қайттық. Бұл да мен үшін үлкен бір жетістік және көптен күткен мәселенің бірі. Енді бір адам біріктіріп отыру керек қой, сондықтан осы кездесуде соған үлкен пәрмен берді ғой деп ойлаймын. Оның үстіне мемлекеттік мекемелерден бөлек сол жердегі жергілікті билікпен де, облыстық әкімшілікпен де кездесіп, облыстық білім басқармаларымен де кездесіп, осы бағытта не істейміз? Біз ұлттық білім академиясы, біз қандай көмек бере аламыз деген сұрақ. Бұл барынша әріптестік бағытта ұйымдастырылған кездесу болды. Бір ғана мақсат, сол біздің елдің азаматтары, жас ұрпақтарына қалай қызмет еткенде біз келешек ұрпақтың бәсекеге қабілетті, әлемдік бәсекеге қабілетті азаматтарды ала аламыз деген бағытта үлкен сұхбаттасу болды деп ойлаймын. Иә, расында әлеуметтік желіден оқып бәрін біліп отырдық. Сол өңірлердің де жаңағы қызметкерлері жақсылап жазып жатты. Сондай бір жақсы жұмыстардың атқарылғанын, жақсы шешімдердің қабылданғанын айтып қуанып жатты. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта қандай өңірлерге тағы жол тартасыздар? Жалпы бүкіл 17 өңірді аралау бұл мақсатта тұрған дүние. Осы сапардан келгеннен кейін білім және ғылым министріне кіріп шығып сапардың қорытындылары туралы баяндадым. Жалпы қандай жұмыстар атқарылғандығын, оның қандай шешімге келетіндігін, жалпы әдістемелік орталықтардың бұдан былайғы жұмыстарын қалай өзгерісту қажеттігі туралы бүкіл біздің сол өңірдегі әріптестеріміздің ой, арман, тілектерін жеткіздім. Министр жақсы қабыл алды. Бұл мәселеде арғарай да жұмыстар тапсырды. Енді келесі біздің жоспарда тұрған дүние, менің келуімнен бөлек академияның ғалымдары өңірлерді аралап,
ғылыми сүйемелдеу, ғылыми әдістемелік сүйемелдеу, ғылыми зерттеу жұмыстарын жасап, тек мынау Астана, Нұр-Сұлтан қаласында отырып теориялық біліммен ғана емес, кәдімгідей жасалып жатқан жұмыстарды көзбен көріп, мүмкін өңірлерде бір керемет жақсы ойлар, идеялар болатын болса, оларды осы мына Нұр-Сұлтан қаласына тартып, соны талқылап академия қабырғасында оның өміршеңдігіне біз үлкен пәрмен берсек пе деген ойда отырмыз. Себебі біздің өңірлерде де талантты, ғылымға бейім көптеген ұстаздар, мамандар бар. Тек қана бұлақ көрсең көзің аш демекші, солардың бәрін көзін ашып, бері қарай тартып, олардың да іс тәжірибелері мен білім біліктілерін бүкіл елге таныту бағытында да атқаратын шаруалар өте көп. Оқу бағдарламасына домбыра пәні енеді деп жатыр, иә? Қашаннан бастап жүзеге асады? Бұл енді 6-шы сыныптағы музыка пәнінің ішінде домбыраны жаңағы оқыту курсы ретінде кіргізу. Бұл бағытта осы аптада мен біраз домбырашылармен кездесуді жоспарлап отырмын. Біз енді қарап отырсақ, мысалы мына айтамыз, қымызымызды немістер патенттеп алды. Иә. Киіз үйімізді де басқалар алып кетті деп. Ал енді біздің нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген домбырамызды қастерлеу, бұл әрбір азаматтың міндеті деп ойлаймын. Сондықтан да бұл биылғы жылы министрдің қолдауымен домбыраға да үлкен ден қойылып, осының ары қарай дамуына біз жұмыс жасап жатырмыз. Өңірлерде бұл жақсы қабылданып жатыр. Әсіресе былтырдан бастап Маңғыстау өңірінде домбыра дастан деген жоба енгізілген екен. Сондықтан бұл жақсы дүние деп ойлаймын. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, Ғани Бектайұлы, қабылдап алайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бұл Алматы қаласынан тәжірибелі ұстаз Қазқанова Балташ. Ғани Бектайұлына мен мына бағдарламасын, жұмыс жоспарын тыңдап отырмын. Өте ризамын. Керемет. Егер де осы бұл кісінің академияға қосқан, басшылыққа жасаған ісінің бәрі орындалса керемет болады. Бұл академияда Шаймерденова Мақиза деген кісімен мен бірге жұмыс істеген биологпын көп нені, бірақ өкінішке орай мен қорғай алмадым, ол кісі қайтыс болып кетті. Енді қазіргі бағдарламаның ішінде мынау немерем 7-ші класс, 8-ші класс оқиды, соған қарап отырып, мен кейбір пәндердің материалына көңілім толмайды. Мысалы үшін география пәнінде, биологияда баяғы біз оқыған неде нақтылы емес. Сондықтан осы нелерді қарастырсаңыздар, сізге көп рахмет, өте көп мағлұмат бергеніңіз үшін еңбегіңізге табыс тілеймін. Мына оқу жүйесіне салған еңбек бұл еш уақытта кетпейді. Біз болашақ жастардың білімін жоғарылатсақ, біздің мемлекетіміз өседі. Қазір менің жүрегім ауыратын мәселе, біздің керемет жастарымыз шетелге кетіп жатыр. Яғни білімді сату дейді. Осын тоқтату керек. Осыған ат салсаңыз, үлес қоссаңыз, сізден сұрайтын сұрағым сол. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Өте жақсы сұрақ қойып жатыр. Жалпы енді мінсіз дүние болмайды. Айтып отырған әріптесімнің сөзі өте дұрыс. Бағдарламада кеткен қателіктерді біз қазір сараптамадан өткізіп отырмыз. Оқулықтардағы дүниенің бәрін қарастырып отырмыз. Жалпы оның барлығын өзгерту бағытында академия қазір ғалымдар топтасып, үлкен қалай осының бәрін реттейміз. Мынау көпшіліктің көңілінде жүрген кірбің сұрақтардың орнын қалай толтырамыз деген мәселемен бізде айналысып жатырмыз. Соған бізде толғанамыз. Бұл бағытта енді үлкен жұмыстар осы жақын жуыр уақытта нәтижесін көре бастайтын шығар. Бірақ мына бағдарламаны өзгерту, оқулықты өзгерту деген бір өте ұзақ процесті қажет ететін дүние екен. Сондықтан кейбір жерлерде қанша біз түсініп қажет етсек те, уақыттың еншісінде болғаннан кейін кейбір мәселелер өте ұзақ орындалып жатқан жағдайлар бар. Жалпы енді ниет түзу біздің академияның ғалымдарының. Егер де ары қарай қорғаймын десеңіз, хабарласыңыз, әлде де кеш емес, адамдар 70 жасында да қорғап жатады. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да жалпы 60 жас деген ол орта жас деп жатады, 70-ке дейін қорғау керек. Осындай тәжірибелі ұстаздардың еңбектерін біз бағалау, оларды көбірек тарту. Сосын енді жаңа ғана осы кездесудің алдында ғана менде жастарды да үлкен кісілерді іздеп жүрем. Кімнің жақсы ойлары бар, пікірлері бар, жұмысқа қабылдатып жатырмын.
мысалы академияның айлығын 4,5 есеге біз өсіріп отырмыз министрдің қолдауыменен. Бұл да білім саласындағы ғылымның дамуына министрліктің бүгін өте үлкен ден қойып жатқандығы, оның үстінде бүгінгі күні біздің мемлекет басшысының да ғылымға үлкен мән берілуін біз қазір сезіп отырмыз академия. Бұл бағытта қазір осындай көптеген жақсы ғалымдар іздеп отырмыз. Жастардың ішінде Алматы қаласында мысалы керемет мынау цифрландыру басқармасы бар екен. Сол жерде жақсы бір маманды тауып, сонымен керемет бір ақылдасып пікірлесіп отырмыз. Ғани Бектайұлы, бізге берілген уақыт өз мәресіне таяп келеді. Сізбен әңгімемізді келесі бір бағдарламада қайта жалғастырамыз деп ойлаймыз. Уақыт тауып бізге келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Еңбегіңіз елене берсін. Сіздерге де рахмет. Радионың 100 жылдығымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін бізде қонақта болған Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Ғани Бейсенбаев. Ал бағдарламаны жүргізген мен Айнұр Шәмшейіт, сізбен бізді байланысқа қосқан Нұрзат Рахатұлы. Аман болыңыздар. Сау болың. Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен. Құландай жүріп